Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз сабағымызды жалғастырамыз. Corel программасында қарапайым фигуралар, олардың таңдау және өлшемдерін өзгерту. Бүгін сабақтың тақырыбы. Ал бастайық. Бірінші, өздеріңіз білетіндей қарапайым фигураларға төртбұрыш, шеңбер және көпбұрыш жатады. Өздеріңіз байқап отқандай, мына жерде тік төртбұрыш, мынау төртбұрыш. Шеңбер мына жерде доғал болып тұр. Мына жерде көпбұрыштың барлық бұрыштары әртүрлі, яғни пропорциясы әртүрлі. Мына жерде барлық пропорция сақталған, қабырғалар тең. Ал енді осыны салу үшін бірінші шетке қойып қояйық. Төртбұрыштыны өшіріп тастайық. Төртбұрыштыны таңдаймыз. Мышканың сол жағын басып тұрып тартамыз. Көріп отқандарыңызда жібермеңіздер әлі. Бүйтіп созып неше түрлі формада келтіруге болады, неше түрлі пропорцияда, яғни вертикалды, горизонталь түрде жібересіздер. Міне сіздерде бұл шығып тұр. Енді өздеріңіз байқап тұрсыздар. Бұл барлық қабырғасы тең емес. Барлық қабырғаласын тең қылу үшін, квадрат қылу үшін біз Ctrl клавиатурадан басып тұрамыз, клавишасын. Біздің мышканың сол жағын басып тұрып жібереміз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, барлық қабырғалар тең болып шықты. Бұл төртбұрыштың жасау тәсілі, тік төртбұрыштың жасау тәсілі. Келесі шеңбер. Шеңберде дәл солай. Мышканы басып тұрып жіберсеңіздер, осындай неше түрлі формада болады. Егер де Ctrl-ды басып тұрсаңыздар, тура шеңбер болып шығады. Міне. Алыстатайық. Енді көпбұрыш. Многоугольник дейді. Көпбұрышты басқан дәл солай. Міне өздеріңіз байқап отқандай. Ctrl-ды басып тұрмын. Ctrl басып тұрып жіберсем, барлық бұрыштар тең шықты. Енді бізде көп бұрыштының ішін басып тұрсаңыздар, осындай басқа да құралдар шығады. Звезда, яғни жұлдыз болып шығады, қараңыздар. Дәл солай. Келесі бізде спираль және стандартный фигура дейді. Стандартты фигуралар, пішіндер неше түрлі. Мына жерде осындай найзағай болып тұр. Осы стандарттын басып тұрсаңыздар, жоғары жақта мынандай тетікше шығады, бассаңыздар ішіне дайын фигуралар бар. Міне стрелкалар, трапеция, тіпті смайлик те бар. Неше түрлі пішіндер бар. Енді осыларды тоқталып өтейік. Мына қарап отырғандарыңыздай, бізде осы тік төртбұрыштар, егерде осының өз размерін, яғни өлшемін өзгертіміз келсе, алдың сағат үйреткенде бізде мына жерде өлшем бірлігі бар, миллиметрде тұратын болса, оны біз былай істейміз. Биіктіні бар қабырғасы тең ғой, мына жерде егер белгілейтін болсақ, міне таңдайтын болсақ, бізде төрт жағынан, барлық жағынан осындай қара нүкте шығады. Егерде біз оны таңдамасақ, бізде көріп тұрса нүкте жоқ. Егер өстіп бассақ, шолқ етсек, белгіленіп тұрады. Бұл таңдауды аталады. Енді қараңыздар. Мен деген екінші форманы алам, екінші инструмент алам, форма деген. Соны басып тұрып бізде мынандай бір жеке басқаша белгіленеді. Егерде соның бұрыштарын тартатын болсам, бұрыштар бізде осындай көріп отырсыздар ғой, домаланады. Енді төрт бұрыштың размерін қараңыздар. Мына жерде бізде бір размерін өзгертетін болсақ, құлпын алып тастаймыз. Мына жерде размерін қолмен енгіземіз. 1000-да 380 дейді, біз 350 дейді. Міне көріп отырсыздар, қолмен өзгерте саласыздар. Енді осылардың түрлеріне тоқталайық, атрибуттарына. Яғни міне шеңберді басатын болсақ, таңдайтын болсақ, бізде мына жақта жоғары жақта үш тәсіл тұрады. Шеңбер, толық шеңбер, сектор, өздерің байқағандай, және де линиялық. Форманы таңдайтын болсақ, бізге өстіп өзгертуге болады. Пиццаның кусогы сияқты. Артқа қайтарайық барлығын. Енді мына көп бұрыш таңдайық. Көп бұрыш таңдайтын кезде, басқан кезде бұны мына жерде 5 бұрыш тұр. Бұны біз бұрыштарын көбейте аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 көбейте аламыз. Қолмен енгізе салайық, 5 деп.
Енді форманы таңдайтын болсақ, форманы басатын болсақ, қарап отырыңыздар. Міне, бізде бұл контролды басып тұрып бассақ, жұлдызға айналады. Контролды жіберетін болсақ, формасы өзгере береді. Енді осы жұлдызға да қатысты. Міне, форманы басып таңдайтын болсақ, міне, тағы да көрсейін, жұлдыз белгілеймін. Сосын форманы басамын, қараңыздар. Міне, көрдіңіздер ме? Пішіні өзгеріп жатыр. Және де осының да размерін өзгертуге болады. Нерде замок қоямыз, биіктігін 500 жасайық, енін биіктігі 475. Бұл пропорциональный түрде осындай болады. Бұл барлық қабырғасы тең болуы мүмкін емес жұлдыздардың, естеріңізде болсын. Міне. Енді жұлдыздың тағы түрі бар, қараңыздар. Жаңа көшіріп қойын. Мына жерде 4 бұрыштық, мына жерде 5 көп бұрыштылық бар. Отыз екі градус бұрышын 32 дейді, біз 45 қылайық. Міне, таза 45 қылсақ, біздің тура жұлдыз болып шығады стандартты түрде. Енді біз мына бір динамика деген инструментке тоқталайық, қараңыздар. Динамика деген бассақ, бізде шұғыла жасап береді. Шұғыла дегеніміз міне. Байқап отырсыздар ғой. Бұны да өзгертуге болады, яғни мына жерден барлық формалардың дайын тұр. Бағана өткен пішіндеріміз, қарапайым фигуралар жегеніміз осы. Міне, қарапайым фигура дегеніміз 4 бұрыш, шеңбер, көп бұрыш, жұлдызша және мына дайын біздің стандарттық фигуралар. Ұнаса лайк басыңыздар және алдыңғы видеоны көріп жіберіп алсаңыздар, ссылканы тастап кетемін описанияға. Тіркеліп отырыңыздар. Келесі сабақ жібере алмаңыздар.